Саламатсыңдар ма оқушылар? Сендер мен Таңшолпан апайларың. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз өзекті күрделі тақырып фотосинтездің қараңғы кезеңі. Бүгін біз өтетініміз фотосинтез қараңғы кезеңіне бойынша келетін сұрақтармен танысып өтеміз. Одан кейін көмір қышқыл газы фиксациясы, одан кейінгі кезекте Кальвин циклымен толыққанды танысатын боламыз. Фотосинтездің қараңғы кезеңі бойынша келетін сұрақтар: маңызды ферменті қандай? Рубиско. Жүретін орны строма. Кезеңдері: бірінші кезең көмір қышқыл газы фиксациясы, екінші кезең қалпына келу, көміртек акцепторы рибулоза дифосфат. Қараңғы кезеңіне қажет АТФ, НАДФH, көмір қышқыл газы. Фотосинтездің қараңғы кезеңін қалай атайды? Синтез кезеңі деп атайды. Түзілетін өнім глюкоза. Бір глюкоза түзілу үшін Кальвин циклі қанша рет қайталану керек? 6 рет. Ал енді оқушылар, жалпы глюкозаның түзілуінің, яғни фотосинтездің жалпы формуласын айтатын болсақ, көмір қышқыл газы мен судың қосындысынан жарықтың әсерінен глюкоза түзілетін еді. С6H12O6 және де ауаға оттек бөлініп шығатын еді. Енді реакцияларды теңестіріп жіберетін болсақ, бұл жерде көмір қышқыл газы мына жақта 6 екен, мына жақта 1 екен. Екі жақ теңестіру үшін 6-ны қоямыз. Енді сутекті теңестіреміз. Сутек мына жақта 12 болып тұр, мына жақта 2 уақыт болып тұр. Сол себепті де сутектің алдына 6-ны қоямыз. Ал енді оттекке келетін болсақ, оттек мына жерде 12 болып тұр, 6 көбейту 2, мына жақта 6 болып тұр. Жалпы саны 18. Мына жақта 6 болып тұр, және де 2 8 болып тұр. Оттектің алдына 6-ны қойсақ, екі жақ теңеседі, 18 оттектен түседі. Енді бізде екі түрлі субстрат тұр. Реакцияға қатысатын заттар, және де екі түрлі өнім тұр. Қайсы қай кезеңде түзіледі? Қайсы қай кезеңде жұмсалады? Көмір қышқыл газы қараңғы кезеңде жұмсалады екен. Осы да жеке сұрақ болып табылады. Су жарық кезеңде жұмсалады. Глюкоза қараңғы кезеңде түзіледі. Оттегі жарық кезеңінде түзіледі. Сол себепті де оқушылар, сендерге кеңес беремін, бөлме өсімдіктерінің жатын бөлмеге қоймауға. Себебі қараңғы түскен кезінде бөлме өсімдіктері фотосинтездің жарық кезеңін тоқтатады да оттегі бөлуін азайтады. Және де бізбен бірге жарысып демалады, яғни оттекті бізбен бірге тұтынады. Жалпы бөлме өсімдіктерін ас үй, ас бөлмелерге қойған дұрыс. Ал енді біз фотосинтездің қараңғы кезеңіне келейік. Ең бірінші кезең бізде не деп аталатын еді? Көмір қышқыл газы фиксациясы деп аталатын еді. Рубиско ферменті жүзеге асыратын еді. Ол қалай жүзеге асады? Алдыменен рибулоза монофосфат іске қосылады. Рибоза дегеніміз бес көміртекті қант, моно дегеніміз бір, фосфат дегеніміз бір фосфоры бар деген сөз. Бір фосфат тобы бар, рибулоза, оған келіп қосылады АТФ, аденозин трифосфат, 3 фосфор тобы бар аденин. Енді бұл аденозин трифосфат бір фосфор тобын, фосфат тобын рибулоза монофосфатқа береді. Нәтижесінде екі фосфор тобы болады. АТФ-тің бір фосфорын алады, өзінің бір фосфоры бар, нәтижесінде екі фосфат. Сонда мына бізде рибулоза монофосфат болатын болса, мына рибулоза дифосфат. Қосамыз оған АДФ. АТФ еді, 3 фосфор тобы бар. АДФ-ке айналып кетті, 2 фосфор тобы бар. Мынау
теңдеу мынау реакция түсінікті болды деген сенімдемін. Себебі біз келесі бөлімге өтуіміз керекпіз. Келесі бөлімде бағана түзілген біздегі рибулоза дифосфатымыз қосылады көмір қышқыл газыменен. Нәтижесінде жалпы айтқан кезде рибулозада 5 көміртек атомы бар еді. Көмірқышқыл газында 1 көміртек атомы бар. 6 көміртек атомы бар қосылыс түзілу керек еді. Бірақтан олай болмайды. Рибулоза дифосфат көмірқышқыл газымен байланыса сала ыдырап кетеді 2-3 көміртекті қосылысқа. Әр қайсында мына жерде 2 фосфат тобы бар еді, бір-бірінің фосфат тобы бар. Әріптестер немесе оқушылар, кімге қызық, барлықтарыңыз қарап отырсаңыздар, мен көміртек қаңқасы бойынша жұмыс жасап жатырмын. Ал жалпы айтқан кезінде формуласына келетін болсақ, бұның формуласы әлде қайда күрделі. Бірақ көміртек қаңқасы бойынша бұл ыңғайлы болып табылады. Енді бұл түзілген заттардың аты фосфоглицерат. Фосфоглицерин қышқылы десін де болады. Екі молекуласы түзілді. Келесі кезекте осы түзілген фосфоглицерин қышқылдары әрқайсысы фотосинтездің жарық фазасында түзілген АТФ және НАДФ-тың энергиясымен баю керек. Фотосинтездің жарық фазасында түзілген АТФ пен НАДФ бекерге түзілген жоқ. Олар осы фосфоглицераттарға өзінің энергияларын беру үшін түзілді. Алдымен АТФ келіп қосылады. Ол бұған бір фосфор айтпақшы, бір фосфат тобын береді. Нәтижесінде, реакцияның нәтижесінде 2 фосфор тобы бар. Дифосфоглицерат түзіледі. Немесе ДФГ. Дифосфоглицерин қышқылы десек те болады. Қосамыз АДФ. Неге? Бір фосфор тобын бұл фосфоглицератқа бергеннен кейін АДФ болып қалды. 2 фосфор тобы бар аденинге айналып қалды. Бұл реакция түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына фосфоглицерат пен дифосфоглицераттың айырмашылығы, мына дифосфоглицератта 2 фосфор тобы бар, және де бұл фосфоглицератқа қараған кезде энергиялық жағынан ауқымдырақ болып табылады. Келесі кезекте бізде НАДФ-тың кезегі. НАДФ-тың кезегі. Бағана түзілген дифосфоглицератқа қосамыз НАДФ-ті. Нәтижесінде екі фосфоры бар, үші ашы бар. Қосамыз НАДФ. Аш протон беріп болғаннан кейін жай ғана НАДФ болып қалды. Бұл фосфоглицералдегид болып табылады. Бұл фосфоглицералдегидтің дифосфоглицерин қышқылына қараған кезде энергиялық жағы 2 есе ауқымды болып табылады. Бірнеше есе ауқымды болып табылады. Және де осы НАДФ пен АТФ осы 3 көміртек атомнан тұратын қосылыстарға барлық энергиясын АТФ фосфор топтарын НАДФ өзінің протондарын беріп энергиямен байтады.
екен. Жалпы осымен Кальвин циклы бітеді, бірақ глюкоза түзілген жоқ. Естерінде болса, біз сұрақ талдау кезінде бір глюкоза түзілу үшін Кальвин циклы 6 рет жүру керек дедік. Енді өзекті маңызды тақырып осы. Бізде екінші кезең басталып кетті. Қалпына келу. Не үшін қалпына келу деп атайды? Естерінде болса оқушылар, реакция барысында рибоза дифосфат көмірқышқыл газымен қосылған кезінде ыдырап ФГА-ға айналып кеткен еді. 3 көміртекті атом бар қосылысқа айналып кеткен еді. Енді әр көмірқышқыл газы қосылған сайын бұлар ыдырай беретін болса, рибоза дифосфат көлемі сарқылады. Яғни басқа көмірқышқыл газына жетпеуі мүмкін. Сол себепті де рибоза дифосфат дер кезінде қалпына келу қажет. Ол қалай келеді қалпына? Оқушылар, Кальвин циклын 6 рет болды деп есептейік. Әр циклда 2 ФГА түзіледі. 2 ФГА. Бұның әрқайсысы деген сөз 2 көміртек, 3 көміртек атомы бар, 2 қосылыс. Әр Кальвин циклы сайын 2 ФГА-дан түзіліп отырады. Яғни 3 көміртегі бар 2 қосылыстан. Жалпы сандары оқушылар бұл жерде әрқайсында примерно 6 көміртек атомнан бар дейік. Енді қараңдар оқушылар, конденсация деген нәрсе болады. Рибоза дифосфат қалпына келу керек. Ол үшін мынау жерде 6 көміртек бар қосылыстар бірігіп 3 РДФ түзіледі. РДФ дегеніміз 5 көміртегі бар атомдар. 3 көбейту 5, сонда қанша кетеді мұнда? 15 көміртек кетеді. РДФ дегеніміз рибоза дифосфат 5 көміртегі бар атом еді. Және де қараңдар, 15-ін мұнда жұмсасақ, мына жерде 18. Қанша артылып қалады? 3 көміртек артылып қалады. Сонда бір фосфоглицеральдегид артылып қалады екен. Тура осындай жағдай. Мына бәрі 18-сі болатын болса, көміртек болатын болса, бұл конденсация болады. Сөйтетте 3 РДФ түзіледі. Сөйтіп 15 көміртек осыған кетіп қалады. Қосамыз С3. Мынау ФГА-лар. Мына да ФГА. 2 не пайда болды? ФГА артылып қалды. Нәтижесінде Кальвин циклы 6 рет қайталанған кезде 6 РДФ түзілді. Алғашқы үштіктен 3 РДФ, кейінгі үштіктен 3 РДФ. Яғни реакцияның басында рибоза дифосфат қанша болатын болса, реакцияның соңында да рибоза дифосфат өзінің санын қалпына келтіріп алды. Келесі кезекте бізде мына 2 артылып қалған ФГА-лар, фосфоглицеральдегидтер қалды. Бұл фосфоглицеральдегидтер өзара қосылады, немесе өзара қосылады. С3 қосу С3 тең болады С6. Бұл не? Глюкоза. Сонымен түсіндіңдер ме оқушылар, бір глюкоза түзілу үшін Кальвин циклы 6 рет жүру керек дегенді. Әр жүрген сайын 2 ФГА түзіледі, және де әр 3 реакция сайын бұлар не істейді? Конденсацияланады, сөйтіп рибоза дифосфаттың 3 молекуласы қайтадан қалпына келеді. Одан артылған ФГА-лар бірінші реакциядан артылған ФГА мен екінші үштіктен артылған ФГА қосылып, нәтижесінде глюкоза түзіледі.
Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.